Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Біз қазір Балқаш көліне аман-есен келіп жеттік. Қазір сағат кешкі 5. Бұл жерде бір байқағаным, алдыңыздан гөрі 4-5 есе адамдардың саны өсіп кетті. Және де қазір күн өте ыстық, 30 градустай шамалы бар. Нұр деген гостиница. Свет түнде қосылады. Мына жақта сеткісі бар. В принципе, жақсы. Өте керемет. 5 төсегі тұр, 5 орындығы, қолы. Осы жерге енді қазір жайғасамыз. Біз мына үйге күшті жайғасып алдық. Мына жақта жалпы 4 үй бар екен. Мына жерде скамейка барлығы, және де балаларға ойнайтын мына жерде качеля. Мына жерде бізде үйден көлге дейін 200 метр бар. Өте жақын. Мына жерде кухня тұр. Кухняда бізде заказ бойынша тамақ алуға болады. Жалпы осы. Қазір біз рыбалкаға шайынып жатырмыз. Сағат 8:00. Қатты толқындар балық аулауға кедергі жасағандықтан біз сағат 10-да үйге қайтып кеттік. Біз бүгін сағат таңғы 7-лерде тұрдық, таңғы асымызды ішіп алдық. Түні бойы кішкене суықтау болды, өйткені қатты жел соқты. Содан кейін қазір таңғы 7-8-лерде де кішкене суықтық сақталып тұрды. Қазір 9-10-дарда жылынады, сол кезде біз көлге барып келеміз. Бүгінгі күні қатты жел болып тұр. Кәдімгідей толқындар кейде көтеріледі. Суда кішкене суықтау болып тұр. Бірақ өсіп түсіп отырмыз. Қазір біз мына жағалауда отырмыз. Су керемет. Біз басқа жағалауға өшкен болатынбыз. Мына жақта су тереңдеу екен, ар жақта таяздау кішкене. Сағат 5 болды. Багажникқа барлығын жинап, үстіңгі де, астыңғы да барлығын орнына қойдық. Қазір бұйыртса жолға шығатын боламыз. Көп рахмет. Лайк басып осыны достарыңызға тарата жүріңіздер. Қазақша контентті бірге дамытайық. Сау болыңыздар.